Microsoft Excel курсы сілтемелер. Біз алдыңғы сабақта келесідей әрекетті үйренген болатынбыз. Тең белгісін қою арқылы белгілі арифметикалық амалдарды есептей алатынбыз. Мысалы, белгілі бір тауардың санын оның бағасына көбейте алатын едік. Енді осы жерге қосымша тағы да адамдар санына көбейтейік. Enter батырмасын бассақ, бізде мәні шығады. Алдыңғы сабақта үйренгеніміздей, осы пайда болған формуланы ұяшықты белгілей отырып, оң жақ төменгі бұрышына апарсақ, біздің белгішеміз өзгереді. Осы кезде төмен қарай жылжытатын болсақ, сәйкесінше 3-ші және 4-ші қатарға осы формула қолдану керек еді. Алайда бізде нәтиже шықпай тұр. Қарап көрейік. Ең негізгі себеп, бұл жерде біз салыстырмалы сілтемені қолдандық. Яғни, относительные ссылки. Ал олар біз жаңағы тарту әдісін қолданған кезде сәйкесінше өзгеріп отырады. Мысалы, мән беретін болсақ, бізде екінші қатардағы мәндер және де мұнда 7-ші қатардағы мән қолданып тұр. Енді төменгі ұяшыққа баратын болсақ, онда бізде барлық жолдар бір мәнге өскен. Яғни B3, C3 және де A8 деген ұяшықты алып тұр. Ал біздің адамдарымыздың саны A7-де жазылып тұр еді. Енді 4-ші жолға баратын болсақ, дәл солай B4, C4 және де A9. Осы тарту әдісімен қозғаған кезде, егер біз салыстырмалы сілтемелерді қолданатын болсақ, барлығы бірдей ығысып тұр. Осы мәселені жөндейік. Соңғы екі жолдағы мәнді өшіріп тастайық. Енді біздің формуламыздағы A7 ұяшығын салыстырмалы емес, абсолютті сілтемені қолданайық. Ол үшін біз осы ұяшықтың мәнін бекітіп қойымыз керек. Ол үшін бізде доллар белгісі қолданылады. Enter батырмасын басайық. Енді қайтадан осы формуламыз жазылған ұяшықты ерекшелеп, оң жақ төменгі бұрышына апарып, төмен қарай тартатын болсақ, енді кезекте біздің мәндеріміз дұрыс шықты. Қарап көрейік. Әр жерде бізде A7-ші ұяшық және де осы белгілердің арқасында олар абсолютті түрде бекітіліп тұр. Ұяшықтың үстіне басып көрсеңіз, бүкіл жерде біздің A7-ші ұяшық ерекшеленеді. Осыған қоса бізде ерекшелеудің абсолютті түрде бекітудің тағы да екі жолы бар. Егер әріптің алдында тұратын болса, онда біз бағаналарды бекітіп қоямыз, ал жолдар өзгеріп отыратын болады. Ал егер доллар белгісі санның алдында тұрса, онда бізде жолдар өзгермейтін болады. Айтылған сөзді нақтырақ түсіну үшін бір қарапайым мысал келтіріп көрейік. Мысалы, мына ұяшыққа біз формула жазайық. Ол формулада біз бағанан бері қолданып жатқан A7-ші ұяшығымызды белгілейік. Және осы жерде тек қана бағаналарды бекітіп қойайық. Яғни бізде бағаналар өзгермейтін болсын. Енді осы ұяшығымызды ерекшелеп, кейін формуланы бағаналарды өзгертетіндей оңға қарай сүйрейтін болсақ, бізде не болатынын көрейік. Әрбір ұяшықта бізде бағаналарымыз өзгермей тұр. Ал егер дәл осы ұяшықты төмен қарай сүйрейтін болсам, онда бізде нөлдер, яғни мына жерде бізде көріп отырғандарыңыздай доллар белгісі арқылы бағанамыз бекітіліп тұр, алайда жолдарымыз өзгеріп жатыр. 8-ші жолға өзгерді, 9-ші жолға өзгерді, және тағы сол сияқты. Енді бағаналарды емес, жолдарды бекітіп қойық. Формула жазылған ұяшықты ерекшелеп, төмен қарай тартатын болсам, бізде барлығы бірдей. Себебі бізде жолдар өзгеріссіз. Әр жолда 7-ші жолдың мәнін алып тұр. Ал бағаналарды біз әлі өзгерткен жоқпыз. Енді бағаналарды өзгертіп көрейік.
10-ға қарай тартамыз. Бағанамыз сәйкесінше өзгеріп артып тұр. Оған дәлел біздің ұяшығымыздан 2 ұяшықтан кейін әр адамға деген сөз пайда болды. Себебі ол мән бізде мына C7 ұяшығынан алынып тұр. Сонымен қатар біз басқа парақтағы мәнге де сілтеме жасай аламыз. Мысалы, сәуір парағына барайық та, жаңа адамдар саны деген сөз жазайық та, қасына сол адамдар санын берейік. Мысалы, 10 болсын. Енді біз формуламызды өзгертейік. Мысалы, мына мәнді біз сол жаңа адамдар санына көбейткіміз келеді деп есептейік. Онда формуламызды өңдеу режиміне өтеміз. Көбейту амалын қоямыз да, осы формуланы өңдеу режимінде бола тұра, сіз формуланы өңдеу режимінде екеніңізді осы ұяшықтардың ерекшелену арқылы және де формулаңыздағы ұяшықтардың атының түрлі түсті болуынан біле аласыз. Осы режимде бола тұра, сәуір парағына өтесіз де, бірден сізге қажет ұяшықты таңдайсыз. Формулаға назар аударыңыз. Бірден формулада біздің алдыңғы парақтағы ұяшықтарымызбен парақтың атымен бірге жаңа ұяшықтың мекен жайы көрсетіліп тұр. Дәл осы сәтте Enter батырмасын басатын болсақ, немесе өзіміздің алғашқы жұмыс істеп жатқан парағымызға қайтатын болсақ, онда бірден сол мән алынып және нәтижесін көре аламыз. Алдында бізде 2500 деген мән болған, енді ол мән 10-ға көбейтіліп 25.000-ге өзгерді. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.